Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында мәндқасқанды химикатсыз оңай әрі тез тазалайтын жолдарын көрсететін боламын. Видеоның ақырына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Бізге осындай су қайнаған бір сабынды торап салдым. Бір пиалай порошок ас содасы, бір пиалай ас содасын салатын боламыз. Бір пиалай сұйық май құямын. Жақсылап араластырып аламыз осыны. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай болып кеткен мәндқасқанды тазалайтын боламыз. Баяғыдан қалып кеткен, қатпар болып қалып кеткен майлардың бәрін өстіп осы ыдысқа салып тазалайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осыған мәндқасқанның листерін салатын боламыз. Енді қайнағанын күтеміз. Міне бізде жарты сағат қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай жаңағы қатып қалған майлардың бәрі еріді. Қазір губканың көмегімен ақ түсетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай губканы ғана мен ғана кетіп жатыр. Үстіп жақсылап қырып алатын боламыз. Қырғыш пышақтың несімен, ұшымен жіпсіген нелердің бәрін қырып тазалап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жіпсіп ұшы неғылып қалған пышақтың ұшымен ғана кетіп жатыр. Жақсылап бір-бірлеп үстіп қырып тазалап алатын боламыз. Міне қап-қара болып кеткен мәндқасқанның ең астыңғы тапасы
әбден қайнаттым, жарты сағаттан кейін үстіп алып уже жіпсіп тұр. Қазір енді осыны жақсылап қырғыштың көмегімен қырып алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар. Алдыда көп видеолармен, қандай видеолармен бөліссем сіздермен болады екен. Жазып кетіңіз, комментарияға жазып кетіңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өстіп жақсылап ысқылап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қырғыштың көмегімен тап-таза болып шықты. Менің видеомды көргендеріңізге рахмет алдын ала. Міне көріп тұрғандарыңыздай аппақ тап-таза болып шықты. Майларының бәрі ағып, қырып тазалап алдым. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Менің видеомның ақырына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен болғандарыңызға да рахмет көп-көп. Қош сау болыңыздар.